Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі видео YouTube'қа арналып жасалған по счету 4-ші видео. Бүгінгі видеода біз полностью точка входа және де трейдингте журналды лично мен өзім қалай жүргіземін, сол жайлы айтып өтемін. Потому что каналда адамдар сұрады. Вот сол запростар бойынша видео жасап отырмын. Қазіргі уақытта точка входаны көрсететін кезде мен өзімнің ашқан кешегі екі позицияма полностью разбор жасап, вот соның мысалында көрсететін боламын. Екі позицияда алтында ашылды. Екі позиция маған суммарно 5% алып келді. Вот. Қазір солардың мысалында біз полностью разбор жасап өтеміз. Ең алдымен біз білеміз, что апта басталған кезде, немесе күн басталған кезде біз всегда HTF контекстен анализ жасаймыз. Менің анализім қалай болды? Мен уже білдім кешегі күндік таймфреймде, что бізде там daily bias лонговый екен, потому что біз previous daily high'да алу керек болатынбыз пятницада. Бізде жаңа апта ашылған кезде баға не істеді? Баға просто бізде new weekly open gap'пен ашылды. Сондай-ақ уже бізде Франкфурт сессиясы басталған кезде мен қандай картина көрдім және неге сүйеніп позиция аштым. Ең алдымен біз көріп тұрмыз, что бізде 4 сағаттық свеча, дәл осы 4 сағаттық свеча, байқасаңыздар 21:00 свечасы. Вот астында осы жерде уақыт жазылып тұрады. 21:00 свечасы, если что, бұл Нью-Йорктың уақытымен белгіленген уақыт. Сондықтан Қазақстан уақытымен шатастырып жүрмеңіздер. Анализ жасағанда всегда Нью-Йорктың уақытына мен сүйенемін. Вот соған қараңыздар. Ең алдымен мен не көріп тұрмын? 4 сағаттық таймфрейм болған кезде бізде уже ребалансировка болды. Яғни 1:00 свечасы ашылған кезде бізде уже ребалансировка болды. Яғни баға ешқандай имбаланс қалдырған жоқ. Осы логиканы көрдім мен, яғни менде цель қайсысы? Менде осы buy side liquidity цель болды менде. Ол кезде әрине бұл свеча ол buy side liquidity'ға жетпеген. Часовой таймфреймде мен уже көрдім, что бізде ребалансировка болғаннан кейін вот 1:00 свечасын Франкфурттың 2:00 свечасы қалай манипуляция жасап тұрғанын көрдім мен. 2:00 свечасы бізде 1:00 свечасының минимумын алды. Енді бізде қосымша не бар? Мына жақта бізде бычий ордек блок, яғни екі свеча қатарынан төмен жабылған, ол бізде бычий ОБ болады. Баға не істеді? Баға осы жаққа келіп реакция алды, плюс ликвидностьпен жұмыс істеді. Енді М15 таймфреймде мен не көріп тұрмын? 2:00 свечасы бізде манипуляция жасағаннан кейін баға не істеді? Баға бізде өсті, бізде цель, қайсысы? Бізде цель осы buy side ликвидность, азиатский максимум. Осы логикаға сүйене отырып мен не көріп тұрмын бұл жерде? Мына ребалансировканы өшіріп тастайын. Енді менде осы жерде 15 минуттық имбаланс бар. Вот. 15 минуттық имбалансты біз көріп тұрмыз. Енді мен неге сүйеніп сделка аштым? Мен уже білдім, что баға ликвидностьпен жұмыс істеді, баға зона интересіне реакция алды. Яғни осы жақта баға уже ликвидностьпен жұмыс істеп тастаған. Енді менде биас лонговый болғаннан кейін мен только лонг позиция ашамын. Яғни мына жақтағы имбаланстарда мен никак шорт позиция ашпаймын. Почему? Потому что ол биасқа қарсы. Ешқашан трендке қарсы жұмыс істемеңіз. Біз анық көріп тұрмыз, что бізде тренд лонговый екен. Енді 15 минуттық имбалансты көргеннен кейін мен оны как зона интерес сияқталдым. Бірақ мен неге сүйендім? Менде уже, если Фибоначчи мен есептейтін болсам, менде уже зона OTE, яғни дискаунт зона. Вот. Обычная логика имбаланстан точка входа. Яғни сделка ашатын кезде сіз неге қарайсыз? Ең бірінші биасқа қарайсыз, яғни нарратив. Нарратив, например, менің жағдайымда лонговый. Мен HTF контекстке қарадым, 4 сағатта ребалансировка болды. Яғни бағаның астыға кетуіне толк жоқ. Смысл жоқ, просто баға астыға кетуіне. Почему? Потому что астыдағы ликвидность жиналды, баға buy side ликвидностьқа ұмтылуда. Енді не істеді баға? Баға просто buy side ликвидность қалдырды. Не істеді? Баға өсті, equal high қалдырды, ребалансировка, яғни соңғы имбалансқа келді, М15 имбаланс. Енді бұл жерде мен қандай точка входа алдым? Если мен LTF-ке өтетін болсам, М5 таймфреймге өтетін болсам, мен қандай картина көріп тұрмын? Бұл жаңағы біздің манипуляция, бұл бізде М15 имбаланс. Осы жерде мен М5 таймфреймде ештеңе таппадым, мен М1 таймфреймге кеттім. М1 таймфреймде мен қандай точка входа көріп тұрмын? Если М1 таймфрейм қарасаңыз, если сіз прям мен сияқты идеальный трейдқа ұмтылатын болсаңыз, М1 таймфреймге кірсеңіз болады. Если сіз риск аз, сделка ашам десеңіз, сіз М15 имбалансты точка входа аласыз, қазір көрсетейін. Сейчас, бір минут. М15 имбаланстан точка входа аласыз, просто имбаланстан точка входа аласыз, сіз уже биастың лонговый екен білесіз, сізде стоп осы жақта, сізде тейк осы жақта. Яғни сіз уже қалтаңызда 2,29 ірі бар, 2% бар деген сөз, если сізде риск 1% болатын болса. Но мен олай істеген жоқпын. Неге? Потому что мен рискті минимальный қойып, максимальный прибыль ағым келеді, из-за этого мен М1 таймфреймге кірем. Почему? Потому что менде уже опыт бар.
со временем сіздерде ондай деңгейге жетесіздер, так что уайымдамай ақ қойсаңыздар болады. Мен сделканы қалай аштым? М15 имбаланстың ішінде байқасаңыздар баға аккумуляция болды. Баға аккумуляция болды, қайта ликвидностьпен жұмыс істеді, пересип жасап. И мен уже көріп тұрмын, что баға бізде почти что слом болған. Мен осы жерде сделка аштым, М15 имбаланстың границасынан, менде стоп-лосс осы жақта болды. Және де менде РР почти что 6-дан 18 шықты, менде риск 0,3% болды. Почему? Потому что стоп-лосс слишком қысқа. Из-за этого мен 1,8% табыс таптым. Вот, байсайт ликвидностьқа дейін, обычная точка входа, обычная логика, вот так вот. Енді келесі сделкаға кететін болсақ, сейчас өшіріп тастайын, бір минут, чтобы болашақта маған графикте мешать етпесін. Келесі сделканың логикасына сүйенетін болсақ, келесі сделка Нью-Йорк сессиясында ашылды, почти что 3,54 R, 3,5% маған алып келді. Оның логикасына сүйенетін болсақ, біз білеміз, что 4 сағаттық свечамен жұмыс істеген кезде бізде қандай картина болатын. Баға не істеді? Баға бізде сейчас көріп тұрмыз, что бізде 1.00 свечасы лонговый, 5.00 свечасы лонговый, 9.00 свечасы бізде 5.00 свечасының максимуммен жұмыс істеді. Енді часовой таймфреймге өтеміз. Мен бағаны құлайтын алдын ала қалай білдім. 9.00 бізде всегда 4 сағаттық свеча ашылады. Вот 5.00 свечасының максимуммен жұмыс істеді. Если біз LTF-ке өтетін болсақ, например, М15-қа, біз уже көріп тұрмыз, что баға бізде полностью шартовый екен. Баға не істеді? Бұл соңғы манипуляция, одан кейін слом болды. Ал енді мен бұл жерде бағаны құлайтын қайдан білдім? Потому что бізде күміс деген актив бар. Күміс не істеді? Бізде тура сол сияқты ликвидностьпен жұмыс істеді. Қосымша бізде алтын да күміс те азиатская сессияны полностью как ликвидность сияқты қалдырып кетті. Яғни бізде вот сол сайт ликвидность, вот сол сайт ликвидность, осы жақ сол сайт ликвидность, азиатский минимум сол сайт ликвидность. Вот. Күміс те тура сол сияқты картина қалдырып кетті. Осы жерден байқасаңыздар болады. Плюс азиатский минимум алынғаннан кейін күміс строго реверсал болды. Если біз күмістің графигін қарап өтетін болсақ, біз қандай картина көріп тұрмыз? Бізде сыртқа ликвидность алынғаннан кейін баға қайда ұмтылады? Баға всегда ішкі ликвидностьқа ұмтылады. Ішкі ликвидность бізде селсайд ликвидность, ол бізде азиатский минимум болды. Көріп тұрғанымызда ішкі ликвидность алынғаннан кейін баға дальше лонговый болды деген сияқты. Вот. Енді алтынға разборын жалғастырайын. 9.00 свечасы 5.00 свечасының хайын алғаннан кейін мен қандай картина көріп тұрмын? LTF-те менде уже слом болды. Если мен стандартный отклонениемен есептесем, менде баға почти что -2, ол бізде азиатская сессияның минимумы. Но мен ол жаққа не сделка ұстаған жоқпын. Мен сделкамды максимум осы точкаға ұстадым. Потому что сол сайт ликвидность маған жеткілікті болды. Енді қандай картина көріп тұрмын мен? Менде уже М1 слом болғаннан кейін, осы жақта, мен уже зона ОТН там баға реакция алғанын көрдім. Можно сказать ОБ. Вот почему? Потому что баға ликвидностьпен жұмыс істеп тұр. Мен уже по маркету осындай сделкаға кірдім. 3,5% сол сайт ликвидностьқа дейін. Вот там скрин. Вот и все. Яғни ағайын, сіздер уже биасты білу арқылы там осындай сделка ұстай аласыздар. Почему биас маңызды? Почему нарратив бізде маңызды? Потому что баға всегда цельге ұмтылады. Әрқашан баға бір жақтағы ликвидностьпен жұмыс істейді. Байқасаңыздар, баға всегда бізде байсайт ликвидностьпен жұмыс істеп тұр. Одан кейін откат алады, сел сайт ликвидность, байсайт ликвидность, сел сайт ликвидностьпен кезек жұмыс істейді. И баға не істеді? 5.00 свечасының хай алынғаннан кейін баға просто астыға кетті. Почему? Потому что бізде свинг-лоулар көп. Просто свинг-лоудың бәрін сыпырды баға, и дальше не істеді? Баға астыға манипуляция, и дальше лонговый болып кетті деген сияқты. Вот и все, ағайын. Сіз алтынмен сауда жасайтын болсаңыз, всегда күміспен SMT-мен алып жүресіз. Яғни екеуінің арасында корреляция болған кезде сіз позиция ашасыз, и все, осындай 3,5% позицияны оп-оңай ұстауға болады. Бұл өте оңай. Но главное, сіз өзіңіздің басыңыздағы логиканы жақсылап қалыптастырып алу керексіз. Неден кейін неге қарайсыз, оны қалай байланыстырасыз, вот осы маңызды. Сіз без проблем бүткіл трейдинг жайындағы ең мықты курстарды көре аласыз, бірақ егер де сіз ол информацияны өзіңіздің басыңызда байланыстырмасаңыз, сіз торговлядан көп там плюс ала алмайсыз. Почему? Потому что әр сломнан сіз уже там қате сделка ашып қоясыз. Например, бізде мында лонговый слом болды. Сіз мұндан, например, зона ОТ-ден лонг позиция аштыңыз. Сіз әрине мында дейін тайып қоймайсыз, потому что сізде бірде бір РР ғана шығып қалады. А если сіз ХТФ контекстпен жұмыс істеуді білмесеңіз, сіз осы жерде стоп алатын едіңіз. Почему? Потому что бізде ХТФ контекст шартовый.
Вот солай. Ал енді келесі кезекте ағайын, видеоның келесі бөлігінде мен полностью там журналды қалай жүргіземін, вот соған тоқтала кетейін. Думаю, точка входа түсінікті. Бізде всегда цельде, нет, бізде всегда бағада цель бар, баға всегда цельге ұмтылады. То есть баға там обычно смарт мани курстарда айтатындай, бізде условно слом болды, дальше лонговый болып кете берді деген понятие емес. Нет, базара нету. Например, мында қарайтын болсақ, бізде М1 слом болды, вот осында М5 слом болды, даже если алатын болсақ, М5 слом болды, баға өсті, баға не істеді, мына жерде уже М5 слом шартовый болды. Сіз мына шарт позициясы, но сізді стоппен жауып тастайды, если сізде тейк мына жақта болатын болса. Почему? Потому что сіз ХТФ контекстпен жұмыс істеген жоқсыз. Сондықтан ағайын, бірінші ХТФ, одан кейін бізде ЛТФ жүреді. Яғни әр айлық свича ашылған кезде сіз айлық свичадан бастап жұмыс істейсіз. Айлық свича, апталық свича, күндік свича. Күндік свичаға келген кезде сіз уже open, hello, close логикасын қолданасыз. Почему? Если сіз интрадей трейдер болсаңыз. А если сіз там swing трейдер, условно апталық диапазон ұстаймын десеңіз, тогда немножко логика басқашалау. Сіз ол кезде уже только 4 сағат 1 сағаттық таймфрейммен жұмыс істейсіз. То есть LTF-ке өтпейсіз, яғни М15, М5 деген сияқты. Оның бәрі айта берсем өте ұзақ тема, оның бәрі бөлек видеоның темасы, сондықтан осы точка входаға тоқтала кетейін. Сіз кез келген имбаланстан сделка аша аласыз, если сіз биасты түсініп тұрсаңыз. Если сіз нарративті дұрыс түсінсеңіз, бағаның қай жаққа ұмтылып жатқанын дұрыс білетін болсаңыз, ағайын, сіз даже М1 таймфрейммен сделка ашуға возможность бар. Но ол өте үлкен опытты талап етеді. Из-за этого, если сіз новичок болсаңыз, М15, М5 таймфреймнен төмен түспеуді советую. Если сіз прям новичок болсаңыз, тогда обучение оқыңыз качественный наставникпен. Неліктен? Себебі наставник сіз без проблем білімді аласыз, бірақ ол информацияны байланыстырып пайдалана білудің өзі өнер. Вот көпшілік осында қиналады. Мысалы байқасаңыздар, барлығы смарт маниді біледі, бәрі ликвидностьпен жұмыс істеуді біледі, барлығы сломды біледі, барлығы мысалы ОБ-ны біледі. Но көпшілігі табысты емес по факту. Не үшін? Потому что бір-бірімен информацияны байланыстыра алмайды. Ал ол өте қиын дүние, өте көп жұмысты талап етеді. Из-за этого обучение алатын болсаңыз, наставникпен оқыған дұрыс. Себебі ол сіз үшін барлық жұмысты жасап береді десем артық айтқан болмаймын. Вот так вот. Ал видеоның келесі бөлігінде ағайын полностью уже там журналды мен қалай жүргіземін, соған тоқтала кетейін. Яғни мен обычно ел сияқты симуляторды пайдаланып бэктестін никогда жасамаймын. Ондай бэктестті соңғы рет мен как минимум 6 ай бұрын жасадым. Почему? Потому что ICT-дің видеосын көргеннен кейін ол қалай журнал жүргізетіні жайлы мен полностью бэктестті тоқтаттым. Себебі, когда сіз новичоксыз, ол сізге зиян болады. Потому что сіз әлі точка входан білмейсіз, сіз әлі биасты білмейсіз, бағаның қай жаққа ұмтылып тұрғанын, сіз әлі условно ОБ, имбаланс, условно брейкер, ештеңемен жұмыс істеуді білмейсіз. Сіз просто, например, симулятормен сделка кірдіңіз, например, азиатский хай алынғаннан сіз лоуинайдың жұмыс там шорт позиция аштыңыз, бірақ баға не істеді? Баға дальше сізді стоппен выбивать етті. Ол просто сіздің болашаққа деген мотивацияңызды бұзады. Сіздің өзіңізге деген сенімділігіңізді құртады десем артық айтқан болмаймын. А когда сіз уже журналды дұрыстап әдемілеп жүргізесіз, точка входа бәрін көріп зерттеп аласыз, условно көрдіңіз точка входаны и соны миыңызбен жаттап алдыңыз. И дальше, когда если сіз симулятормен бэктест жасасаңыз да, реально торговляда да, сіз уже алдын ала бағаның қай жаққа қозғалып жатқанын біле аласыз. Айтып өткенімдей, видеоның келесі бөлігі сол жайында болады. Ал енді ағайын, видеоның екінші бөлігінде мен полностью дневник қалай жүргіземін, соны көрсетіп өтейін, чтобы сіздерге нақты түсінікті болу үшін. И именно мен сияқты жүргізудің қандай плюстары бар, соған алдымен тоқтала кетейін. Ең алдымен қараңыздар ағайын, жаңа мен симулятормен келтірген сияқты, мысалы сіздер симулятормен, например, обычный там сетап, азиатский минимум, азиатский максимум. Вот сіздер сол сетапты бэктест жасаған кезде, например, азияның хай алынды, сіз азияның лоуына дейін позиция аштыңыз. Например, Франкфурт азияның хайын алды, бізде слом болды, но баға не істейді? Баға қайттан пересвив жасап кетеді, сізді стоппен выбивать етеді, из-за этого сізде там, ну, условно эмоция болады ғой любой адамда. Сіз өзіңізге ашуланасыз, сізде негатив пайда болады, из-за этого торговлядан сізде просто энергия в пустоту кетеді. Почему? Потому что сіз алдын ала бағаның қай жерде манипуляция болатынын білмейсіз, қай жерден баға реакция алады, оны білмейсіз. Сіз просто симуляторды қосып сауда жасайсыз. Вот, бэктест жасайсыз точнее. А ол, можно сказать, үлкен зиян сіз үшін. Ал енді қазіргі уақытта мен өзім чисто қалай бэктест жасаймын,
қалай дневник жүргіземін, вот соған тоқтала кетейін. ICT-дің видеосын мен примерно 6 ай бұрын көрдім. Из-за этого сол уақыттан бері мен осы дневниктің түрін ғана жүргіземін. Жеке телеграм-канал. Оны, конечно, мен көрсетпеймін. Ол чисто менің өзім үшін. Ал қазіргі уақытта сіздерге полностью таныстырып өтейін. Мен черепашь субстратегиясы бойынша дневникті көрсетемін, яғни мен оны қалай жүргіземін. Яғни просто бір ситуацияны елестетейік, мен жаңадан черепашь субстратегиясын зерттеп бастадым, мен бұл стратегияда новичокпын деп ойлаймын. Ең алдымен мен ICT-дің видеосын көрдім, дневникті қалай жүргізу керек екенін білемін. Мен қалай жүргізетін едім. Вот. Ең алдымен мен HTF контексттен бастаймын, әрине. Бізде HTF контекст, айлық таймфрейм. Дневник жүргізген кезде, сейчас 1 минут, мен оларды скрыть етіп тастайын, чтобы бізге болашақта мешать етпеу үшін. Так, с видимостью на интервалах, только текущий. Черепашь деген скрыть салайық. Так, соны ойламаппын мен. Превью звуки хайды да скрыть ете салайық. Чтобы кедергі болмас үшін. Такс. Все. Енді айлық таймфреймге өтеміз. Біз қандай картина көріп тұрмыз. Мен мұнда жазып қойдым, айлық таймфрейм. Мен бірден айтайын, что черепашь субстратегиясын бэктест жасап жатырмын, яғни дневник жүргізіп жатырмын деген сияқты. Если мен черепашь субстратегиясына үйренгім келсе, мен қалай жасаймын? Ең алдымен мен ликвидностьқа қараймын. Почему? Потому что черепашь субстратегиясында бізде всегда бірінші орында ликвидность тұрады. Ал біз білеміз, что HTF контекстте ликвидностьпен жұмыс істеу оңай, яғни өткен айдың максимумы, минимумы деген сияқты. Яғни теламен закреп, теммен свип. Если бұл видеоны, яғни ол теманы сіздер білмесеңіздер, просто мен каналыма өтесіздер. Яғни осы оң жақта мен ссылка қалдырып қоямын. Сол видеоны көріңіздер, сол кезде түсінесіздер. Яғни айлық свитчамен қалай жұмыс істеу керек, біз полностью, мен сол видеода полностью айтып өткенмін. Енді қараңыздар ағайын, бізде қандай картина болды? Бізде тамыз айының свитчасы, яғни августтың свитчасы бізде теламен закреп болып жабылды, плюс ол байсайт ликвидностьпен жұмыс істеді, яғни үлкен свинг хаймен үлкен ликвидностьпен жұмыс істеді. Одан кейін бізде откат болды. Біз алдын ала уже қыркүйек айының свитчасы лонговый болатынын білеміз. Вот, қазан айы басталды деп алайық, просто қазан айы басталды. И мен осы жерде черепашь позициясын ұстағым келеді. Мен қалай істеймін? Мен көріп тұрмын, что бізде баға байсайт ликвидностьпен жұмыс істеді, байсайт ликвидностьпен жұмыс істеді, плюс бізде қыркүйек айының максимум бар. Енді мен не істеймін? Вот, мен жазып қойдым. Дневник мен осылай жүргіземін, яғни мен осылай өзіме керек дүниенің бәрін жазып аламын. Скрин жасаймын, просто каналға саламын. Яғни HTF пен LTF-ті байланыстырып үйренемін деген сияқты ғой. Енді қараңыздар, айлық таймфрейм баға үлкен байсайт ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін шартовый болатыны белгілі болды. Яғни бізде байсайт ликвидностьпен жұмыс істеді, августтың свитчасы жабылды бізде. Біз уже алдын ала, что айлық биас лонговый болатынын білеміз. Баға байсайт ликвидностьпен жұмыс істеді, енді баға не істеді? Теммен свип болып жабылды. Енді біз қандай логика күтеміз? Келесі қазан айының свитчасы бізде шартовый болатынын біз алдын ала білеміз. Баға қайда ұмтылады? Өткен айдың минимумына. Вот мен полностью жазып қойдым. Бізде тамыз айының свитчасы байсайт ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін лонговый болып теламен жабылғанын көріп отырмыз, яғни осы свитча. Қыркүйек айы бізде теммен свип болып жабылды, сондықтан біз алдын ала қазан айының шартовый болатынын біле аламыз. Вот, теммен свип болып жабылды, біз алдын ала қазан айының шартовый болатынын білеміз, яғни өткен айдың максимумына бармайтынын біле аламыз. Айлық цель PML, яғни қыркүйек айының минимумы. Мен осылай жаздым, условно графикті скрин жасадым, телеграм каналға салдым. Вот, мен уже өзімнің басымда осындай картина қалыптастырып жатырмын, чтобы болашақта мен тура осындай картина көрген кезде мен алдын ала білемін, что баға осылай жұмыс істейтінін. Вот. Енді апталық таймфреймге өтеміз. Мен қандай картина көріп тұрмын? Вот. Апталық таймфреймде біз апталық свитчаның шартовый болып жабылғанын көріп отырмыз, яғни біз алдын ала аптаның шартовый болатынын білеміз. Вот осы апта. Көріп отырмыз ғой, бізде 23 сентябрь мына жақта уақыт жазылып тұр. Осы апта бізде, яғни қазан айының басталу аптасы, ол бізде 30 қыркүйектен басталды. Ол қыркүйек айының соңғы күні. Вот, бізде теммен свип болып жабылды, баға не істеп тұр? Уже біз келесі аптаның полностью шартовый болатынын білеміз. Тура осыны скрин жасадым, мен уже айлық биаспен қалай жұмыс істеу керек, апталық биаспен қалай жұмыс істеу керек, мен оны уже білемін. Яғни мен білемін, что менде цель PML. Плюс менде там айлық имбаланс бар деген сияқты. Бірақ мен оған қараған жоқпын. Енді күндік таймфреймге өткен кезде мен қандай картина көріп тұрмын? Такс. Вот. 30 қыркүйек күні бізде дүйсенбіге түсті. Вот. Байқап отырғанымыздай доллар индексі мен евро екеуінде SMT бар. Яғни мен осы жерде доллар индексіне көтерілейін, чтобы сіздер анық көру үшін. Вот бізде 20 сентябрь, 30 сентябрь, мысалы бізде DXY ликвидностьпен жұмыс істеген жоқ. Ал евроны қарайтын болсақ, бізде идеально ликвидностьпен жұмыс істеп тұр. Яғни
жұма күнінің хайын алып тұр, дүйсенбі. Из-за этого бізде осы жерде идеальный черепаший суп болған, яғни вот мен белгілеп қойдым. SMT болған жерден идеальный черепаший суп ұстауға болатын еді. Егер SMT болған жерден позиция ұстасам, мен 200 пипс пайда көретін едім, яғни PML едім. Бізде цель PML. Вот осында мен осында дейін позиция ұстасам, 201 пипс пайда көретін едім. Дәл ағайын, вот осылай жазамын, осылай скрин жасаймын, тура осылай бәрін жазып алғаннан кейін, условно print screen басып, скрин жасайсыз, Telegram каналға саласыз, чтобы болашақта сіз осы картинкаға қайтып келген кезде, сіз дәл осы логиканы түсіну үшін. Яғни сіз уже өзіңізге алдын ала трейдингті результатқа жетуге деген, можно сказать, кітап жасап жатсыз. Почему? Потому что кейін болашақта сіз тура осы скринге қайтып келген кезде сіз просто көресіз да, и сол кездегі логика сіздің басыңызда қалады. Қосымша сіз осылай жазып осының бәрін қарап, әр детально қарап зерттеген кезде сіз уже алдын ала біле аласыз, что там LTF пен қалай байланыстыру керек, HTF пен қалай байланыстыру керек, неге мән беру керек. Например, баға осы жақта болған кезде сіз уже ликвидностьқа қарап баға қай жаққа кететінін біле аласыз. Қосымша уже сіз цельді анықтауды білесіз, сіз ликвидностьпен жұмыс істеуді білесіз, сіз, например, зона интереса, пой деген сияқты бәрін білесіз. Тура сол сияқты LTF-те, например, часовой таймфреймде сіз уже алдын ала білесіз, что бізде там полностью азиатский максимум алынғаннан кейін, вот, например, M15 көрсетейін, чтобы азиатская система индикаторы көріну үшін. Сіздерге түсінікті солай болады. Так, вот мысалы бізде вот, қазан айының басталған уақыты. Баға не істеді? Азиатский максимуммен жұмыс істеді, шартовый. Баға не істеді? Азиатский максимуммен жұмыс істеді, шартовый. Мына жақта байқап тұрсаңыздар, баға азиатский максимуммен жұмыс істемеді, бірақ SMT болғанда мен көзім жетіп тұр. Вот, мысалы мына жақта қарасаңыз, Азия өзі ликвидностьпен жұмыс істеді, шартовый дальше, полностью. Байқасаңыздар, новости всегда, когда бізде цель, например, PML ғой бізде цель, например, бізде цель сылсайт ликвидность, баға новости, кез келген новости бізде шартовый болады. Баға не істеді? Азиатский максимуммен жұмыс істеді, шартовый, сылсайт ликвидностьқа дейін. Баға не істеді? Азиатский максимуммен жұмыс істеді, шартовый. Вот. Тура осылай қарасаңыздар, кез келген уақытта баға сондай бізде. Азиатский максимуммен жұмыс істеді, шартовый, Азияның максимуммен жұмыс істеді, шартовый, Азияның максимуммен жұмыс істеді, шартовый, Азияның максимуммен жұмыс істеді, шартовый. Мынау бізде пятницаға түскен. Вот. А бұл кезде бізде там алгоритм TGIF деген болды, яғни біз уже PDL-ді алған жоқпыз. Почему PDL-ді алған жоқпыз? Потому что, можно сказать, баға боковикте десек болады. Вот и все, ағайын, тура осылай журнал жүргізесіз, әр ликвидностьті свип жасағанын сіз белгілеп аласыз, тура осылай там жазуыңыз жазасыз. Например, Азияның хаймен баға жұмыс істегеннен кейін, вот, Лондон сессиясында азиатский максимуммен жұмыс істегеннен кейін біз уже алдын ала бағаның шартовый болатынын білеміз. Почему? Потому что бізде цель PML деген сияқты. Өзіңізге алдын ала жазып аласыз. Вот, тура осы логика бойынша дневник жүргізесіз. Сіз уже өзіңізге идеальный, можно сказать, кітап жасап жатсыз, чтобы болашақта сіз соған қайтып келген кезде сол білімнің бәрі өзіңіздің басыңызда болатындай. Плюс сіз білімді бекітіп жатсыз, плюс сіз әр детальға, например, HTF-тен бастап LTF-ке дейін өткен кезде, сіз уже әр детальға мән бересіз. Из-за этого сіздің миыңыз просто жаттай береді. Сіз просто опыт жинайсыз. Яғни бұндай дневник жүргізген сізге пайдалы болмаса зиян болмайды. Вот қарап тұрсаңыз, обычно бізде цель PML болды. Байқасаңыздар, Азияның максимум жұмыс істеген сайын, условно 70, можно сказать 60-70% бүткіл трейдтер Азияның хайынан шартовый болған деген сияқты ғой. Әрине, бұл кезде біз там понедельникті қарастырамыз, яғни понедельникте біз сауда жасамаймыз деген сияқты. Но көп жағдайда баға бізде только шартовый оффпен кетіп барады. Вот и все, дневникті мен мысалы осылай жүргізем. Күндік таймфреймде мен мысалы көрсеттім анық. Тура осыны скрин жасаймын. Әдемілеп ашып алдым, скрин жасаймын, Telegram каналға салам. Яғни мен айлық, апталық, күндік графикпен жұмыс істедім. Вот и все. Мен дневниктің барлығын осылай жүргізем. Кез келген стратегия, может быть сетап, может быть там ликвидностьпен жұмыс істеу, мен оның бәрін осылай жүргізем. Яғни мен симулятормен ослайнан отырып там сделка қарастырмаймын мүлдем. Мен просто так осылай уже баға болып кеткен дүниені скрин жасаймын. Прям HTF-тен LTF-ке дейін. Одан кейін уже менің миым оны жаттайды. И болашақта сондай ситуация болған кезде мен оны алдын ала көре аламын. Вот так вот, ағайын. Трейдинг легче, чем ты думаешь, деп айтамын ғой. Мен трейдинг сіз ойлағаннан қарағанда намного жеңіл. А вот
традиционный симулятормен бэктеш жасау ол сізге просто зиян болады, если сіз новичок болсаңыз. Ал енді ағайын, осы жерде мен полностью видеоны аяқтаймын. Осы видео сізге пайдалы болатын болса, там YouTube каналға подписаться етіңіздер, Telegram каналға подписаться етіңіздер. Полностью мен каналдардың ссылкасын там видеоның описаниясына қалдырамын. Лайк басып, коммент жазып, осы видеоның көпшілік көруге атсалысыңыздар. Қосымша, если канал дамыса, бұл видеолар арқылы көпшілік пайда алсын. Потому что бұл видеоның мақсаты сіздерге максимально трейдингтің қарапайым оңай дүние екенін көрсету. Сондай-ақ smart money концепциясын максимально жеңіл түсіндіру. Яғни менің видеоларым арқылы сіз өзіңізге максимально қысқа нұсқа анық, өте сапалы информация ала аласыздар. Сондықтан ағайын, таныстарыңызбен бөлісіңіздер, көпшілік білсін бұл видеоны. Трейдинг сіздер ойлағаннан намного жеңіл, просто сіздер логиканы түсінсеңіздер болды. Яғни уже ХТФ, ЛТФ, ликвидность, вот и все. Ал ар жағында там зона интерес, условно, ордер блок, имбаланс деген сияқты, ол всегда ликвидностьқа бағынады. Сондықтан ағайын, уайымдамай, қорықпай, главное асықпай, бір Аллаға сеніп, обученияларыңызды жалғастырыңыздар. Бір адамның қолынан келген дүние екінші адамның да қолынан келеді. Сондықтан там осылай графикке келген кезде бұны бір керемет қорқынышты дүние қылып емес, максимально оңай, максимально өзіңізге ыңғайлы қылып сетапыңызды жасамаңыздар. Потому что мен айтатын сияқты трейдинг сіздер ойлағаннан қарағанда намного жеңіл. Бұл оңай, бұның бәрін адам істеді, сіздер де адамсыздар. Бір адамның қолынан келген дүние екінші адамның да қолынан келеді. Вот и все, ағайын. Айтып өткенім сияқты каналға подписаться етіңіздер. Бұл видеоны максимально таратыңыздар. Алдын ала, там, можно сказать, таратқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.